Күн жұма, сағат 15:00-де әдеттегідей сәттігін бағдарламасы тікелей эфирде сіздермен бірге. Және бүгін расымен де біздің бағдарламамыз сәтті шықпақ, себебі дарынды жас оқушылар келіп отыр. Және бұл оқушыларды ұстазы бастап келген екен. Таныстырып өтейін, Ермеков атындағы мектеп лицейдің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Күзембаев Мартбек Қайыркенұлы және біздің дарынды оқушыларымыз Алдан Інжу және Жанзақова Інкар. Біреуі сәл кешірек қатарымызға қосылатын болады. Қош келіпсіздер. Рахмет сіздерге де. Иә. Енді жаңа ұстаздан шәкірт озар дейді ғой, Мартбек Қайыркенұлы. Ұстаз шәкірттеріңізді ертіп келген екенсіз, өзіңіз таныстырып отырсаңыз. Білуімше, біреуі Абай оқуларының, екіншісі Мұқағали оқуларының жеңімпаздары екен. Ал сіздер тыңдайық. Біз енді Алашар Әлімхан Ермеков атындағы мектептен келдік. Өздеріңіз білесіздер, Әлімхан Ермековті. Алашарыстар десе бірінші Әлихан, одан кейін Ахмет, Міржақып, Әлімхан Ермеков, жаңа Әлихан бабамыздың қасындағы нағыз жан серіктері болған. Қазақ жерінің тұтастығын, шекарасын сызып, сол заманда қорғап қалған Әлімхан Ермеков атындағы Қазақтан шыққан тұңғыш математика профессоры. 2019 жылы сол кісінің атымен аталған жаңа мектеп лицейі. Сол мектептің мен мұғалімін, қазақ тілі әдебиеті пәнінің. Биылдан бастап сол мектепте жұмыс жасап отырмын. Жарты жылдай уақыт болып қалды. 5-6, 7 сыныптарға сабақ беремін. Қазір оқушылардың арасында тәуелсіздік жылдарында туған оқушылар өте белсенді, зерек, тәуелсіздіктің бір нышаны байқалады осы оқушыларда. Өзіміз осындай мақсат қойып, Алдан Інжу деген оқушымыз қазақ тілі пәнінен пәндер олимпиадасының қалалық деңгейіндегі 3-ші орын иегері. Абайдың 55 өлеңін жатқа біледі, өз бетімен кітап оқып, өз-өзін дамытып жүрген бала. Қазіргі педагогика тілінде бар ғой, ішкі уәж деген бар, сосын метатаным деген бар. Метатаным деген жаңағы сабақты қалай оқу керектігін білетін оқушы деген сөз. Ішкі уәжі не берік деген, ол жаңағы алған білімін өмірде қолданады деген оқушы. Сондай, ішкі уәжіне берік мықты оқушы осы Алдан Інжу деген. Осы екі балаға өзім